Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі 28-ші апта туралы сөйлесеміз. Үшінші триместрдің екінші аптасы десек болады. Ананың өмірі жалпы бұл аптада қатты изжога болатын кез емес, қатты үлкен емес, былайша айтқанда. Былайша жақсы период, жүктіліктің жақсы орташа периоды. Өйткені ендігі алдымызда 30-шы аптадан кейін іш деген тез үлкейе бастайды, сондықтан сізге жату ыңғайсыз болады, тамақ жегеннен кейін изжога болуы мүмкін, басыңыз айналады кейбір кезде. Өйткені бала деген артқы органдардың бәрін басып тастайды да, бүйректі, бауырды итеріп тастайды, асқазанды итеріп тастайды. Сондықтан сіздің тамағыңыздың бәрі қайтадан артқа барады, ішіңіздегі тоқ ішектерді баспайды. Сондықтан ендігі 30 аптадан кейін бала тез өседі да, сіздердің ыңғайсыз жағдайда боласыздар, бір қызық болып жүресіздер, ішіңіз үлкен, ештеңе ұнамайды, жүрсеңіз шаршайсыз, сондай жағдай. Ал 28-ші апта ол ең жақсы апта. Сондықтан осы апталарға және де әйелдерде осы 28-ші аптадан бастап сізде синдром гнездования дейді, яғни былайша айтқанда ұялау синдромы пайда болады. Ол былай медицинадағы тіл емес, ол жалпы әйелдердің ортасында айтылатын. Өйткені әйел өзі ұялай бастайды, өз баласына ұя іздей бастайды. Үйлеріңізде ремонт жасап кетсеңіздер, егер үйлеріңізді ыңғайландырып, балаға киім іздеп, немесе балаларға жатын орын іздеп, немесе балаға байланысты емес, жалпы үйіңізді дұрыстап кетсеңіздер, енді қазір бала туғаннан кейін уақытым жоқ болады деп, немесе үйіңізді тазалап, терезелерді жуып пысық болып кетсеңіздер, ол ұялау синдромы деп аталады. Яғни барлық әйелдер ондай болады. Табиғаттан, Құдайдан солай жаралғанбыз өзіміз. Менде 3 баламның барлығында сондай болған. Оны өзім болайын деп осындай болу керек, осындай уақыт деп емес, ол өзіне өзі солай басталады. Өздеріңіз сенбей қаласыздар, бір қызық болып жүресіздер, сосын барып есіңізге тұра түседі. Ол 28-ші апталардан бастап сол туғанға шейін болады. Туған кезде мүлдем қосып кетесіздер. Жалпы 28-ші аптада баланың ұзындығы 36 сантиметр деген плюс-минус қыздар. Егер 30 сантиметр болса да болады, 37-36 болса да болады. Былай, бұл білесіздер ме, орташа алғанда. Оның өлшемі бойынша жаңағы үлкен цукини деген не болады, ол немесе үлкен орам жапырақпен бірдей болады сантиметрі. Жүктіліктің 28-ші аптасында ұрықтың дамуы жалпы нәресте салмағына келетін болсақ 1100 сантиметр, 1200 сантиметрге дейін болады. Мен өзім практикамда 1100 сантиметр, 1 килограмм 200 баланы алып шыққанбыз. Өкінішке бұлар дұрыс сурфактан дамымағандықтан, өкпесі дұрыс дамымағандықтан аппаратта жатады, ИВЛ аппараты немесе СИПАП аппаратында жатады. Сондықтан бұл балаларда өкпесі дұрыс дамымаған. Сондықтан өтініш сіздерге абайлап жүресіздер, ауыр көтермейсіздер, жүгірмейсіздер, секірмейсіздер, қатты пысық болмайсыздар. Сондықтан ерте туып қалмас үшін. Өйткені баланың денсаулығы не жетсін 40 аптаға дейін дұрыстап баланы сауғып туғанға, қыздар. Сол енді ұрықтың дамуы, егер нәресте сүйектерінің қалыптасуы аяқталады, осы кезде полностью аяқталады, оның тыныс алу жүйесі жақсарады, баланың күннен күнге өкпесі жақсы дамып жатыр. Сау болып туыларға, альвеолаларына бір-біріне жабысуына жол бермейтін арнайы зат, сурфактант осы сияқты жетіліп жатыр. Миы өсіп дамыды, енді тек размері өседі. Түсіндіңіздер ме? Мысалы, бүйрегі өсіп, ішіндегі жаңағы нефрондарының барлығы дамыды, бүйрегі. Енді тек өсу ғана қалды, размер үлкейді. Түсіндіңіздер ме? Жүрегінің жаңағы камераларының бәрі дамыды, клапандарының бәрі дамыды, тек үлкею өсу ғана қалды. 1-ші аптада баланың ерекшелігі басқа апталардан, бұл аптада көзін жұмып қана қоймайды, бұл кезде уже жыпылықтатып, қозғалтып бала сөйтетін болады. Өйткені көз нервтерінің дамуына байланысты. Ұрықтың моторикалық белсенділігі шыңнан жетеді осы кезде. Мысалы, ояну кезеңдерінде нәресте сағатына кемінде 10 соққы жасайды.
моторикалық, яғни қолдары қозғалуы деген сөз ғой. Жүректің соғуы ұрықтың жағдайына ең маңызды көрсеткіш болып табылады. Жалпы көбінесе доплерге жібереді ғой жүректің соғуын өлшеу үшін. Сол 28-ші баптар 140-тан 160-ға рет жүректің соғуы болу керек 1 минутта. Жалпы сыртқы қарағанда баланың терісі жұмсақ және тегіс болады. Сосын шамалы беті қыршым сияқты болады. Өйткені ол судың ішінде жатқасын сондай белгі болады. Оған қорықпаңыздар, бала келе-келе беті жақсарады. Мұрын мен құлақтардың шеміршектері жұмсақ болып қалады әліге дейін. Қыздарда үлкен жыныс еріндері, кішкентай жыныстары әлі жабылмаған, ал ұлдарда аталық бездер құрсақ қуысына, ұрық қуысынан, құрсақ қуысында тұрады ғой аталық бездер, сол қуысына түсіп кеткен. Сіздер бала туылған кезде көбінесе байқауларыңыз керек. Үйлеріңізге апарғанда немесе туылғаннан кейін сұрайсыздар, ұрығы түскен ба? Кейбір балаларда ұрығы ұмасына түсіп үлгермеген болады. Соны бақылауларыңыз керек. Мамасы жүктіліктің соңына, мамасындағы өзгерістер айтып кетейін. Енді мамасы жүктіліктің соңына өсіп келе жатқан жатыр, жамбас аймақтарында тамырларына қысым жасайтын болғандықтан, түсінтірсіздер ме, жатыр барлық нәрселерді ішке ағзалардың бәрін басады дедік. Сол енді ішке қысым жасайтындықтан тамырларға төмендегі аяғындағы қан айналымы бұзылады. Нәтижесінде 28-ші аптадан бастап аналар жүктілік кезінде варикоз веналары, варикоздар сияқты құбылысымен жиі кездеседі. Бұл аурулар нәресте күтетін әрбір үшінші әйелде кездеседі. Ал кейінгі жүктілік кезінде жағымсыз белгілердің пайда болуы ықтималдығы артады. Яғни, бұл егер сіздер бірінші жүктілік, екінші жүктілік болса, жүктілік көбейген сайын оның варикоздық веналарының үлкеюі артады. Егер сіздер кесаревадан алдыңызда кесарево сечение болған болса, бұл екінші балаңыз болса, кесарево сечение кезінде бір себептермен сіздер аяқтарыңызға байламаған болсаңыздар, варикоз ауруы болуы мүмкін. Дегенмен әрбір варикоз веналардың кеңеюі әлде уақытша болып табылады. Өйткені жүктілік болады, одан кейін босанғаннан кейін жүкті әйелдің жағдайы қалыпты күйге түседі. Бірақ кейбір әйелде варикоздар қалып қояды. Өйткені егер алдында сіздер кесаревомен туылған кезде өздеріңіз дұрыс күтпеген болсаңыз, кесарево кезінде, операцияға жатқаннан кейін, операцияға жатқаннан кейін, жасап болғаннан кейін аяқтарыңызды, егер варикоз кезде аяқтарыңызды байламаған болсаңыздар, немесе аяқтарыңызды жаңағы арнайы колготки кимеген болсаңыздар, сол кезде көбінесе варикоз шығып кетеді екінші жүктілікте. Венозды қабынулар, венозды қабырғалар жұқа болады. Деген көбінесе веналардың кеңеюі әлі де уақытша болып табылады. Ол кетіп қалуы мүмкін, қайталап айтайын. Қауіпті белгілер туралы айтып өтейін, барлық видеоларда айтамын ғой. Сіздерге ең бірінші қазір баланы 40 аптаға дейін 38-ден бастап қалыпты болып саналады. 38-ден бастап баланы туылуға болады. Доношенная беременность болып саналады. Сондықтан 38 аптаға дейін 40 аптаға жеткізу үшін сіздер бірінші ешқандай пысық болмауыңыз керек. Осы жағдайларда көбінесе жаңағы синдром гнездования болып, ананы жасаймын деп үйді әктеп кетіп, үйдің бәрін бір күнде барлық 2-3 этаждың бәрін жуып пысық болудың қажеті жоқ. Өйткені сіздер ерте туып қоюларыңыз мүмкін. Егер астыңыздан қан бөлінділер болып жатса, немесе өзіңізді жайсыз сезініп қалсаңыз, басыңыз ауырып, бір күндегідей емес сезініп қалсаңыз, бірден дәрігерге звондайсыз. Түнде дәрігерлеріңіз түнде болып қалады, ол барлық аяқ астынан болатын нәрселер. Егер ондай болып қалса, сіздер жедел жәрдем шақырыңыздар. Одан кейін егер сіздер жаңағы астыңыздағы бөлінділер болмай, бірақ астыңызға тартып ауырып тұрса, оның өзі де қауіпті белгілер болып табылады. Егер сіздің қан қысымдарыңыз 130-дан жоғарылап тұрса, 130-да 90,
мысалы 140-та 100 болып кетсе, одан әрі болып көтеріліп жатса, міндетті түрде жедел жәрдемді шақырамыз. Сосын енді гинекологқа барғасын барлығын айтамыз. Егер қауіпті нәрсе ол, егер сіздің жаңағы несеп дейміз мочаларыңыздан анализден белок табылып жатса көп мөлшерде, ол кезде міндетті түрде сіз өзіңіздің қан қысымыңызды бақылап жүресіз. Үйіңізге тонометр алып қоясыз. Тонометр дегеніміз қан қысымын өлшейтін прибор. Соны алып қоясыз да өлшеп жүресіз. Егер басыңыз айналып, көз алдыңызда андай бірдеңе ұшып жүргендей сезім болса, ол жедел жәрдем шақыру керек міндетті түрде. Егер басыңыз айналып кетсе, қатты басыңыз ауырып кетсе аяқ астынан, сол кезде міндетті түрде жедел жәрдем шақырамыз. Өйткені сізге қазір деген бұл 28-ші аптадан бастап бұл қалай айтсам болады, сондай асқынулардың кезі басталады. Осыған дейін ондайлар болмауы мүмкін, бірақ 28-30 аптадан бастап көбінесе әйелдерде өкінішке орай қан қысымы жоғарылап бастайды. Ісінулер болады, ісіктер болады, қолдардың бәрі ісіп, аяқтардың бәрі ісіп кететіні сондықтан. Енді мен қайтадан айтамын, менде жаңа канал бар, тек балаларға арналған. Сіздер босанғаннан кейін баланы қалай алып шығу керек, жалпы 40-нан қалай шығарамыз, 40-на дейін, бір айға дейін, 2 айға дейін, жалпы балалардың аурулары сау кезінде, ауру кезінде қандай алып жүреміз. Тек балаларға арналған канал. Жазылыңыздар, комментарийда астында бар барлық ссылкалар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.